Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге преобразовательден қалай істегенді көрсетемін. Мен бүгін істегенім 40 ваттық. Енді одан үлкендері жанбады. Енді менде бар осы свет 10 ваттық холодильниктің светі. Және де екі полевой транзистор. Мынау күйгені бұл. Және конденсатор. Мына жерде резистор тұр. Мына жерде де тура сондай конденсатор және резистор тұр. Және мына жерде бір конденсатормен диод қойдым. Мұны қоймасам, мынау транзистор қыздыра берді. Сосын міне 12 вольттық аккумулятор. Мен сіздерге қазір қосып көрсетейін. Мынау плюс тоғы, бұл плюс тоқ бірінші обмоткадан ортасынан алынады, және екі шетінде екі транзистордың выходтары жалғанып тұр. Мынау полный корпусы, мынау ортаңғы провод. Плюс транзисторға минус тоғы жалғанып тұрады. Мұны қосып көрейік. Егер достар видео ұнаса, лайк басайық, комментарий жазайық. Достар, келесі видеода мен 100 ваттық светтерді қандай преобразовательмен жаққанды дұрыс екенін көрсетемін, және қалай істеу керек екенін көрсетемін. Достар, егер мына видеома менің түсінбей жатсаңыздар, комментарий жазып, немесе мен поштамен өтіп, немесе номеріме WhatsApp арқылы жазсаңыздар болады. Мен сіздерге осыны қалай істелгенін көрсетемін, және қандай транзистор бұлар, қандай резистор, қандай конденсатор қойғандарын көрсететін боламын. Сонымен достар, келесі видеода кездескенше. Соңғы рет бір көрсетейін. Міне, өзім тегізіп тұрмын. Достар, келесі видеода кездескенше.